сәлеметсіздер ме? Алматы облысы Қарасай ауданы Қаскелең қаласы Қаныш Сәтпаев атындағы орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесі биология пәнінің мұғалімі Айдарбаева Сұлу Жұмабайұлына. Бүгінгі өтетін сабағымыз биология пәнінен сабақтың тақырыбы мидың құрылымы. Сабақтың мақсаты ми діңінің құрылысы мен қызметі туралы білім беру. Адам миының 3 бөлімнен тұратындығын, олардың бір-бірінен құрылысы мен қызметінің ерекшеліктерін ажырата білу. Мидың ғажайып құрылымы. Ми адам ағзасының ең күрделі және маңызды мүшесі. Ол біздің ойлауымызды, сезімдерімізді және әрекеттерімізді басқарады. Мидың негізгі бөліктеріне үлкен ми, миышық және ми бағанасы кіреді. Орташа мидың салмағы шамамен 1,3-1,4 кг құрайды. Үлкен ми сананың орталығы. Үлкен мидың функциялары саналы ойлау, тіл, жады және ерікті қозғалыстарды басқару, логикалық ойлау, шығармашылық, тілдік қабілеттер. Сол және оң жарты шарлар. Сол жарты шар логикалық ойлау жауапты болса, оң жарты шар шығармашылыққа жауапты болады. Сол жарты шар логика, оң жарты шар интуиция. Маңдай бөлігі шешім қабылдау және жоспарлау, мақсаттарды анықтау және стратегияларды әзірлеу, шешім қабылдау, мәселелерді талдау және оңтайлы талдау жасау, мінез-құлықты бақылау, әлеуметтік нормаларға сәйкес келетін әрекеттерді басқару. Маңдай бөлігінің зақымдануы мінез-құлықтың өзгеруіне және шешім қабылдау қиындықтарына әкелуі мүмкін. Phineas Gage оқиғасы мұның дәлелі болып келеді. Төбе бөлігі сезімталдық және кеңістіктік бағдар. Сезімталдық ауырсыну, температура, жанасу сезімдерін қабылдау болады. Кеңістік бағдарлау өз денеңіздің және айналадағы заттарды орнын анықтау. Талдар зақымдану сезімталдықтың жоғалуына және кеңістік бағдарлаудың бұзылуына әкеледі. Көру, есту және жанасу сезімдерін өңдеуде маңызды рөл атқарады. Самай бөлігі есту, тіл және жады. Есту, дыбыстарды қабылдау және талдау. Тілді түсіну, сөздерді мағынасын ажырату. Жады, ақпаратты сақтау және еске түсіру. Вернике аймағы тілді түсінуде үлкен маңызға ие. Зақымдану есту қабілетінің төмендеуіне әкеледі. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.